Hello kids, welcome to another English lesson. In this lesson you will learn about the conjunctions. Бүгінгі сабақта біз conjunctions, соединительные слова, не жалғаулықтар жайында үйренетін боламыз. And, or және but жалғаулықтары. For example, the dog is a faithful and intelligent animal. It адал және ақылды жануар. And және жалғаулығы. I want to go to play, but I'm sick. But мен ойнағым келіп тұр, бірақ мен ауырып тұрмын. But бірақ жалғаулығы. It is Thursday or Friday today. Бүгін бейсенбі ме немесе жұма ма? Or немесе жалғаулығы. The words and, but, and or are conjunctions or connecting words. And, but және or сөздері жалғаулықтар деп аталады. A conjunction connects words or groups of words or short sentences. Жалғаулықтар сөздерді, сөз тіркестерін немесе қысқа сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырады. We use or to show a choice between two or more options. Or жалғаулығы екі немесе одан да көп заттың арасындағы таңдауды білдіреді. What would you prefer, an ice cream or a chocolate? Саған балмұздақ па немесе шоколад па, яғни екі заттың арасындағы таңдау немесе жалғаулығы. We use and to combine similar ideas or to add information. And жалғаулығы ұқсас ойларды немесе қосымша ақпаратты байланыстыру үшін қолданылады. This Friday is a holiday and I would like to go to the fair. Бұл жұма демалыс және мен жәрмеңкеге барғым келеді. Екінші сөйлем қосымша ақпаратты білдіріп тұр және бірінші сөйлемге оны and жалғаулығы жалғастырып тұр. And және. We use but to show a difference or an opposite idea. But жалғаулығы айырмашылықты немесе қарсы ойды білдіру үшін қолданылады. But бірақ аудармаларды жазып аламыз. Rohan plays well, but he is an impatient player. Рохан жақсы ойнайды, бірақ ол шыдамсыз ойыншы. Жақсы ойыншы және шыдамсыз ойыншы бір-біріне қарсы мәнді ойлар. Екеуін but жалғаулығы байланыстырып тұр. But бірақ. That's it for today. Thank you for your attention and good luck to you children.